Бүгін Астана «Жалғыз рейнджер» фильмінің қазақ тіліне аударылған нұсқасының көрсетілімі өтті. Жоба Нұр Отан Халықтық демократиялық партиясы және Самұрық Қазына қорының қолдауымен жүзеге асырылған. «Жалғыз рейнджер» қазақ тіліне аударылған 6-шы Голливуд фильмі. Автордың ойын толық жеткізу үшін фильм ағылшын тілінен тікелей қазақ тіліне аударылған. Туынды Қазақстанның Cinema Town Production студиясында дубляждалды. Оның режиссері Айжан Жамшитова, редактор қалыптастырушы Тұрысбек Сәукетаев және Салтанат Дүнгенбаева. Шытырман оқиғалы вестерн прокатқа 4 шілдеден бастап шығарылады. Біздің елімізде «Жалғыз рейнджер» Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актері Бейбіт Камарановтың дауысымен сөйлейді. Бірнеше іріктеуден кейін оның дауысын Джонни Депптің өзі бекіткен. Бізде енді көп нәрселерге кешіріммен қаралып кете береді ғой, кейбір жерлерде. Кейбір кинолардың есінде өткізіп жібереді, жаңа жетпей қалады біздің сөздеріміз. Болмаса сәл асып кетіп жатады, соны бүйтіп қоя салып жатады да, орын-орнына қалдырып кете береді. Ал бұнда ешқандай да неге жол бермейді қателіктерге. Ол жерде енді көп жұмыста талап етті. Мен өзім осы рөлді 12 сағат бойы жасадым. Қазақша аударудағы басты мақсат ол әрине осы біздің қазақша кино көретін әуесқойлардың аудиториясын арттыру. Біз тек қана болашағы зор фильмдерді ғана қазақша аударуға тырысамыз. Тек қана жаңа фильмдермен айналысамыз.